ғой балапаным. Ал балаларым, дүниеге перзент кеп жатыр екен. Сендерді ол бауырларың болады, біреулеріңнің інілерің болады. Олай болатын болса, сол перзентімізді біз бүгін бесікке білу дәстүрін сендерге біз көрсетейік. Жарай ма? Ал келінім, бесікті алып кел. Ал шырақтарым, мен барлығын жақсылап ретімен айтып отырамын. Сендер жақсылап тыңдап алыңдар. Бұл бесікке сәлу дәстүрі біздің қазақ халқымыздың дәстүрі. Ал бесікті көтеріп келгенде екі адам емес шырақтарым, бір адам көтеріп келген. Көрдіңдер ғой, жаңа аналарым көтеріп келген. Енді бесікке бөлеміз бұрын бөлек бесікті. Бесікті біз аластап алуымыз керекпіз. Себебі сендер бұрыннан бері қарай білесіңдер, біздің қазақ дәстүрімізде бар. Бесіктегі баланы ұйқысы тыныш болсын деп, пәле-шаладан аулақ болсын деп, біз бесікті қазір қайтеміз, аластаймыз. Жақсылап тыңдап отырыңдар. Аластағандағы сөздерге мән береміз. Жарай ма? Әкеле ғой. Тыңдаймыз. Аластағандағы сөзге назар аударамыз. Жарай ма? Алас, пәледен алас. Алас, жаңадан алас. Қырық омыртқадан алас. 30 қабырғадан алас. Көзінің көзінен, ауыздың аузынан, пәле-шаладан алас болып, баламыздың ұйқысы тыныш болсын. Пысымылда. Алып кете ғой. Енді келінім баланы алып кел. Қазір аналарың баланы қалай бөлу керек екенін сендерге кәдеді көрсетеді. Мұқият зейін сап тыңдаймыз. Жақсылап тыңдаймыз. Ал шырағым, асықпай, жаймен, мына отырған балалардың барлығына жақсылап түсіндір. Оңынан қой. Bismillahirrahmanirrahim. Бірінші кеуде жағынан бөлеміз, қолдарын бәрін реттеп саламыз. Тоқымайтын ұстап тұрамыз, жай басып кеудесінен. Сонымен бізбен кеудесі ауырып қалмай ма? Жоқ, ауырмайды. Қайта ұйқысы тыныш, қолы қимылдамай, шошымай ұйықтап шығады бала. Әй шырағым, ана тыштыма қайда? Қазір баланы бөлеместен бұрын біз қазір тыштыманы жасауымыз керек. Алып кел ана тыштыманы.